әңгіменің екі дос көше бойымен жайбарақат әңгімелесіп келе жатты. Оның біреуі Аблан да, екіншісі Абыз. Абыздың денсаулығы нашар, көп жүгіре алмайтын. Бір үйдің жанынан өте бергенде дәу қара төбет арсылдап тура алдарынан шыға келді. Абыз: «Аблан, қаш, әне ит келіп қалды!» деп қатты қорқып айғайлап жіберді. Аблан жерден бір шыбық алып итке қарсы ұмтылды. Ашулы ит Абланның шалбарынан бірнеше рет жұлқылап та үлгерді. Үлкендер келіп Абланды құтқарып алды. Абыз Абланның жанына келіп: «Мен қаш дегенде неге қашпадың? Қашып кеткеніңде шалбарында ит жыртып тастамас еді», деді. «Мен қашатын болсам, сен тұтылатын едің, өйткені сен қатты жүгіре алмайсың ғой. Сен иттен қорғайын деп әдейі қалып қойдым», деді Аблан. «Дос деген осындай болар», деді. Олардың бұл сөзін естіген үлкендер сүйсінді. Балалар, достар болды, е? Достардың аттары кім болды? Кімдер? Аблан мен Абыз болды, е? Аблан мен Абыз. Сосын қаш деді Аблан, да? Ит келіп, оларды қауып алғаннан кейін Аблан Абызға қаш деді, е? Аблан қашпады. Мен қашсам сен қабаланып қалатын едің ғой деді, е? Көрдің ба? Сосын қасында оған қауыны қарап тұрған үлкен кісі не деді? «Дос деген осындай болар», деді, е? Көрдіңдер ме? Дос болса, бір-бірін құтқарып, қиналған уақытта оны тастап кеткен, е? Міне, бір-біріне қандай дос екен? Адал дос екен, е? Адал дос деген сол бір-біріне нағыз достарды адал дос деп аталады екен. Міне балалар, өте жақсы әңгіме екен. Бізде тобымызда қандай доспыз балалар? Жақсы доспыз, е? Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Доспыз, е? Қазір болмыз шақта бір-біріміз дос болайықшы. Біз де өте қатты бір-біріміз жақсы доспыз екенбіз. Маған Аманда әдетті бол деген. Ата сөзі санамда жүрек тура жолменен. Қалдыратын ұятқа жалған сөзге төзбеймін. Жеткізеді мұратқа тек шындықты көздеймін. Күніме қош келдіңіз. Мен өзім төлеу ғамын. Енді төлеу маға басайын.